Раяна, не істейміз енді нағанда ақшамызды ұрлап кеткен бөпені милицияға шақырдық қой, айттық қой. Енді қазір милиция келсе тауып берем екен, тауып бермей ме екен? Тауып беретін шығар, милицияға полицияға. Тауып бере ма? Иә. Оля, масқара, оны қақтан табамыз? Біз өзіміз достар, бізді өткенде үйімізден алып келген бөпеміз түнде біз уайымдап қорқып алып келген бөпеміз біздің ұры болып шықты, иә. Біздің ақшамызды, полный ақшамызды әкетіп қалды. Енді біз милицияға бердік, иә. Милиция қазір енді келсе, иә, іздестіріп жатқан жоқ. Енді милиция қазір бізден келеді да, сұрайды ғой, енді қақта қандай ақшаңызды алды, неңізді алды деп, енді сол кезде ары қарай айтатын боламыз, иә. Милиция келгеннен кейін. Достар, бірге көріңіздер бізбен бірге. Не болатын видео соңына дейін көріңіздер. Кім келді? Кім келді? Білмеймін. Аш. Саламатсыздар, менің атым Қанат Айша. Сіздерден не жағдай болып жатыр? Саламатсыз ба, сіз полиция ханымсыз ба? Иә. Полиция ханым, бізден андай жағдай болды. Қандай? Біз не алғамыз ғой, бөпе әкеп алғамыз ғой. Түнде магазиннен келе жатқанбыз. Сөйтіп кішкентай бөпе жатыр екен алдында түнде. Сөйтіп біз уайымдап, оны қорқып, кішкентай бөпе ғой деп үйге кіргіземіз ғой, иә, Раяна, иә? Сөйтіп үйге кіргізіп едік, үйге кіргіздік, тамақ шайымызды бердік, короче, бәрін бердік, жуындырдық, сөйттік. Сөйтіп ол біздің сөйтсек ол ұры екен, бөпе болып. Басынан басып айтыңыздаршы, мен түсінген жоқпын. Қысқасы былай болды. Ой, Рана, кім? Кім деп сұрасай? Тұрғызшы. Тұрғызсай? Ойбай, ана кім қалдырып кеткен мені? Жаурап қапты ғой. Мысық сақты ғой? Ей, атың кім деп сұрашы? Атың кім? Атың? Аты кім? Жаурап қалдың ба? Жаурабың ба? Нәна. Кім тастап кетті? Нәна дейді, достар. Біз мынандай тауып алдық. Кім тастап кеткен бұл қызды қараңғыда? Нәна. Бер қарасай. Асырап алайық, шу. Біздің үйге барасың ба? Нәна. Тамақ жейсің ба? Нәна. Қаның ашты ма? Нәна. Нәна дейді, ол қан ашқан ғой, иә. Достар, біз есік алға келсек, осындай қыз, кішкентай қыз тастап кетті. Қалай тастап кетеді, иә? Или адасып қалды ма, білмейміз, иә. Біз бірінші бұны үйге кіргізіп тамақ берейік, иә. Сосын кейін барып біз милицияға апарып берейік, иә. Мамалым ата-анасын табатын шығар сол жақтан, иә. Жүріңдер кеттік, достар. Біз үйге алып, енді асырап алғанда біреудің қызы ғой, бермейді ғой. Просто қазір тамақ шайын берейік, жылы үйге алып кірейік, иә. Достар, біз мынандай бөпе тауып алдық. Достар, қазір біз видеоны жалғастырамыз. Кішкентай тауып алған бөпені біз үйге алып кірейік, жылы жерге, иә. Беті қолын жуып, тамағын берейік. Сосын ары қарай видео жалғасын көріңіздер, достар. Ешкім жоқ па? Мамалар жоқ па? Мамалар айтады ғой, тиын қақта деп ше. Бәрі тиын менде. Ақшаларым. Мына камера қойып кетіпті ғой. Мен алу үшін, қазір мен камераны өшірейін. Өшірдім. Ақшаларым қанша екен? Қаншадан теңге екен? Апарып санайын. Менің шемпион екенін біліп, аналар маған қазір полицияға қашса не істеймін? Қойып санайыншы ақшаларымды. 200, 300, 400, 500, 600, 2400, 500. Санамайын олар. Қанша теңгені алар? 100, 2000, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10, 65, 4 камера келмей тұр. Мен қашып кетейін. Олай кесіп, анарқас келіп, мені полицияға береді. Кетемін. Апаға кет. Солай болды. Полиция ханым бүкіл өзіңіз түсінген шығарсыз, дұрыстап түсінген. Фотографиясын жазып алайын. Я полиция ханым жаңағыдай Раяна айтып бергендей, қызым айтып бергендей бәрі сондай жағдай болды, короче. Аты кім? Оны енді біз атын білмейміз, енді ол өйткені ол сөйлей алмайтын болды ғой. Қандай киім киіп алған, қандай киіп алған еді? Розбек студиясы. Я Розбек киіп алған. Өзі сап-сары қыз ғой, шашын екіге буып алған. Кіргіздіңіздер ма? Я енді полицияған жаңағыдай болған
нәрсе ғой, бәрін айтып берді ғой енді менің қызым бәрін сізге. Бұл не болғанын. Сізден үйлерден қашып кетті ма олар? Иә, ақшамызды алды да қашып кетті ғой. Сіздер мен барамда, жұмысыма барамда, бөпені іздестіруден аламыз. Сіздерге бір хабар айтамын. Жақсы, сау болыңыз. Тез табыңыз, жарайды ма? Ал достар, біз енді полицияға полный айттық, не болған бәрін айтып бердік. Енді арғары енді полиция ханым өзі іздестіретін шығар, енді табатын шығар. Тауып ақшамызды қайтарса, өйткені аз ақша емес, енді біз нормально ақшамызды алып кетіп қалған ғой енді достар. Ойда жоқта шпион шықты ғой, мен айтпағанда. Достар, енді видеоның соңында көресіздер енді не болатынын, не қоятынын, полиция ханым оны табады ма, таппайды ма, видеоның соңында көретін боласыздар достар. Кім бар, ешкім жоқ па? Кешегі адамның үйіне кірген кезде маған тамақ беріп, су беріп, киімді киіндіріп отқан кезде мен полицияға берген жоқ па екен? Кеше мен ақша алып кеттім ғой, тағы біреудің үйіне кірейін ба мен? Мен полицияның қиылдама, сен ұрысың. Қашайын ба? Ал достар, біз жаңа полиция ханымды күтіп отырмыз. Біз жаңа үйге келген жаңа шпион ба, ұры ғой енді, біз бөпе деп асыраған жоқ, біз енді үйге кіргізіп, тамақ берген адам бөпеміз, біздің ақшамызды полный әкетіп қалды. Енді соны андай қылып отырық. Полицияны күтіп отыр, содан хабар күтіп отыр. Енді ол не айтады екен, не қояды екен, оны білмейміз. Тапты ма, таппады ма? Келді ау деймін полиция. Аш есікті Раяна. Кіргіз бері қарай. Саламатсыз ба, полиция ханым? Бір жаңалық бар ма? Ана ұры бір соседтің үйіне кіріп бара жатқан жерінен ұстап алды. Сонда ол тағы да сөйтіп өтіріктен бөпе болып, тағы да біреудің үйіне кіріп ақша ұрлап жүрмекен? Онда кірейін атқан жерінен біз ұстап алдық. Онда ол сондай не болған ғой онда, сондай шпион болған ба, сонда ол ұры болған ба? Ол кішкентай бөпе ма, или дәу қыз ба? Дәу қыз. Сонда өтіріктен бөпе болады да сөйтіп, жаңағыдай біз сияқты жан ашып кіргізген адамдардың ақшаларын әкетіп қалады ма, не? Ақшаңызды берейін ба? Сіз не істедіңіз оны? Түрмеге апардыңыз ба? Түрмеге апарып қамадым, ақшаны бердім. Қаны ақшамыз әкелдіңіз ба? Достар, біздің ақшамызды әкеп алып. Сана қойшы, түгелі ме бәрі? Санашы Раяна, түгел ме екен? Түгел екен. Рахмет сізге полиция ханым. Далада бөпе жатса, бір адам жатса, алмаңдар, ол ұрық болуы мүмкін, шпион болуы мүмкін, түсіндіңдер ма? Достар, енді біз андай қылмаймыз, ешқашан далада жүрген бөпе болсын, хоть басқа болсын, кіргізбейміз үйге, Біз енді кіргізбейтін болдық қой, ақшамызды әрең тап, полиция ханымға рахмет. Полиция ханым сізге үлкен рахмет, алғысымызды айтамыз. Көмек керетін болса, шақырыңдар. Көмек керек болса шақырамыз енді. Құрсын енді бұндай ұрлық болмай-ақ қойсын, полиция ханым, рахмет сізге, жұмысыңызға бара беріңіз, сау болыңыз, Жақсы, рахмет көмектескеніңізге. Сау болыңыздар. Жақсы. Рахмет сізге көп-көп. Ал достар, полиция ханым біздің ақшамызды тауып берді. Кәні Раяна көрсетші ақша. Түгел ма, тур осы ақша ғой достар. Мен ойлап едім полиция таппайтын шығар деп өтіріктен қойшы таппадық деп. Достар, біз енді ойландық, біз ешқандайда бөпе болсын, басқа болсын, біз үйге енді кіргізбейміз, құрсын қош, жанымыз ашып кіргізгенбіз ғой, Достар, сіздер де енді біздің қателігімізді қайталамаңыздар, ешкімді үйге кіргізбеңіздер. Біреу жатса тезірек сразу милицияға хабар беру керек екен, Достар, біздің осындай видеомыз ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше, всем пока!